Сәлем баршаңызға. Сіздерге таңғы асқа пайдалы, құрамы 90% сүзбеден тұратын сырники рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Осылай жасап көрсеңіз, қатты болмайды, арасы жұмсақ, воздушный болып шығады. Керекті мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Бастысы творогымыз майлы, сулы болмау қажет. Егер олай болған жағдайда ситадан немесе марлядан өткізіп аласыздар. Осылай творогқа бір жұмыртқаны, 2-3 қасық қант, 2-3 қасық ұнды салып, жақсылап араластырып аламыз. Блендер болса, сонымен езіп алған жақсы. Егер болмаған жағдайда осылай мен секілді қолмен де жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Сүзбеміз біркелкі болғаннан кейін бір ас қасықтан алып, қолымызға осылай дөңгелектеп алып, видеода көрсетілгендей форма жасаймыз, айналдырып. Астына жабыспас үшін ұн салдым. Барлығын осылай дайындап алдық, енді пісіреміз. Қызып тұрған табаға кішкене май салып, майлап, барлығын орналастырып шығамыз. Бетін жауып, баяу отта 5 минутқа қалдырамыз. Бөліп алмай, ақырындап келесі бетіне аударамыз. Енді келесі бетін де 5 минут баяу отта пісіріп аламыз. Жанына әртүрлі салман мен ұсынып берсеңіз болады. Қаймақ пен варене қоссаңыз, дәмі керемет болады. Жасап көріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Отбасыма ұнағаны соншалық дастарханға қойғаннан тез бітіп қалды. Ас болсын.